Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен алтын шебер Сәуле Тұрлыбекова сіздерге бүгін шашты қалай бюралау керектігін үйретеді. Шашымыз мына жерде таза, әдемі, жылтыр шаш. Осы шашты қазір бюралауды көрсетеміз сіздерге. Шашты бөліктерге бөліп аламыз. Алдыңғы екі бөлікті, оң жақ және сол жақ. Сосын артқы бөліктегі шаштарды бөліп аламыз. Ең алдымен шаштың төбесіне гофре салып шығамыз. Гофре бізге не үшін керек? Шашты ұзақ уақыт объем болып тұру үшін, яғни көтеріліп тұру үшін бізге гофре көмектеседі. Гофрені көп адамдар начоспен жасайды, біреулер начоссыз жасайды. Начоспен жасалса, ол әрине ұзақтау тұрады, бірақ начос көбісіне оңай бермейді. Сол себептен клиенттің қалауы бойынша жұмыс жасаймыз. Қолымызға біз гофрені алдық, гофреміз қызып тұрады, қатты ыстық емес, 200-180 градуста болады. Барлық шашты емес, шаштың түбін 10 сантиметрде болмаса 5 сантиметрде гофре салып алыңыздар. Осылай әрбір шашты ұстап, бөліктерге бөліп алып, гофре салып шығасыздар. Келесі қатарды аламыз да, келесі қатарға да гофре салып шығамыз. 2-3 қатарға гофре саламыз. Әрбір қатардың түбінен ортасына дейін барлық шашты емес, тек 10-5 сантиметрдей гофре салып шығамыз. Гофрені қатты теріге тигізбейсіздер, басы күйіп қалуы мүмкін. Сол себептен ұқыпты жұмыс жасайық. Видеодағыдай гофре салып шығамыз түпкі шаштарға. Дайын болған шаштардан сосын алдыңғы бөліктеріне гофре саламыз. Клиенттің қалауы бойынша. Енді міне барлық шаштарға гофре салынды. Енді бөліктерге бөліп, біз шашты бюралауға кірісеміз. Бөлінген шаштар тым қалың болмау керек, себебі сізге жұмыс жасау қиынға түседі. Жұқалап осылай шаштарды бөліп алып, утюжокпен не болмасам плойкамен жұмыс жасаймыз, бюралаймыз. Плойка я болмасам утюжок қызып тұру керек, 180-200 градустағы температурада болуы тиіс. Түбінен астап алып, осылай бюралатып жасаймыз. Плойканың утюжокты ұстауды жақсылап назар салып қараңыздар. Утюжок болса, осылай төменге шашты тартып айналдырып жасап шығамыз.
Клиенттің қалауы бойынша шаштың түбіне начос жіберіп, осылай істеп шашты бұралап отырамыз. Сол жақтан оң жаққа қарай бұралайсыздар, оң жақтан сол жаққа қарап бұралап отырасыздар, яғни бір-біріне қарама-қарсы болып. Алдыңғы беткі шаштарды да оң жақтан сол жаққа қарай бұралаймыз. Сол жақтан оң жаққа қарай қарама-қарсы бұралап алып отырасыздар. Шаштардың арасын ашып қойсаңыздар, эффектлі көрінеді. Үлкен болып, пышный болып шығады. Лак сеуіп отыруды да ұмытпаймыз. Тым көп сепсеңіздер де болмайды, клейленіп қалады шаштар. Орташа шамада шашты лак кептіріп отырамыз. Төбе жақтағы шаштарды бөліп бұралаңыздар. Қалауынша начос жасаңыздар, егер клиент қаласа. Клиент қаламаса, жай ғана кофре салынған шашты бұралап алуға да болады. Соңғы этаптарға да біз шамалап қалдық. Проборды жақсылап ашып алыңыздар, клиенттен сұрап, қай жақтан пробор болады екен, соны біліп алыңыздар. Сонымен шашты бөліп, локон салуға кірісеміз. Міне сол жақтан оң жаққа қарай жасап жатырмыз, оң жақтан сол жаққа қарап керісінше жасаймыз, қарама-қарсы.
Шаш жуылған, таза, кептірілген болуы тиіс. Сонда ғана сіздің ойыңыздағыдай болып шығады бұралған шаштар. Соңғы этап кекілді жақсылап көтеріп, әдемілеп жасау қалды. Кекілді жасап болған соң шаштарға бір қарап тексеріп өтіңіздер. Барлығы жинақы тұр ма, шашыраңқы емес пе, бір қарап өтіңіздер. Сосын лак сеуіп жіберіңіздер шаштың ұшына, челкасына аздап гель жағып, воск жағып жіберсеңіздер, эффектлі көрінеді. Клиенттің қалауы бойынша әрине. Сонымен біздің стрижкамыз дайын. Құрметті көрермендер, назар салып қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға жазыла кетуді, бөлісе кетуді видеомен және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.